Сәлем баршаңызға. Торттардың, пирожныйлардың арасына жағатын қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Ыдысымызды дайындап, бізге 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқаны жарып салып, 50-60 граммдай қант салып, 500 грамм сүт құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сосын 2 қасық ұн қосамыз. Ұн қосқыларыңыз келмесе, картоп крахмалын қоссаңыздар болады орнына. Іртігін қалдырмай араластырып, баяу отта газге қоятын боламыз, отқа қоямыз. Үздіксіз осылай араластыра отыра, отта қоюланғанша ұстаймыз. Қоюланған кезде дайын болды деген сөз. Осылай дайын болды, менде қоюланды. Суытып қойған сайын қоюлығын ұстайтын болады. Осылай желім ыдысқа құямын, жақсы суытын болады сонда. Ешқандай іртігі жоқ, жақсы болып шыққан. Өйткені үздіксіз қозғау арқылы отта асты жабыспаған, мөлдір болып шықты. Қазір ыстықтау болып тұр. Енді бұның бетін қазір пленкамен жауып қоямыз. Суығанша беті қаязып қалмау керек. Беті қаязымай әдемі суу қажет. Бұны түнде істеп, холодильникке азанға дейін қойсаңыздар, қоюлығы өте қою болып шығады. 2 сағат, 1 сағатқа да тұрса жетеді. Бірақ бір күнге қалдырсаңыздар өте қатты қою болып шығады. Осындай пленкаға салып, насадкамен қалай шыққанын көрсетіп жатырмын сіздерге. Бұны торттың бетіне сәндеуге болмайды. Көбінесе торттардың арасына істегенде жақсы. Медовый торттарға, Наполеон тортына күшті кетеді, керемет кетеді. Және де пирожныйлардың арасына жаққанға өте жақсы жабысатын крем. Каналға тіркелеміз, лайк, комментарий қалдырамыз. Сілтемені WhatsApp группаларына таратсаңыздар да болады.